Армысыздар, қадірменді көрермен қауым. Бұл тарих тайм бағдарламасы. Менің атым Бақтияр Хамид. Өздеріңіз білетіндей, бұл жобада біз халық тағдыр және біздің өмір сүру дағдымызды қалыптастырған тарих парақтарына көз жүгіртеміз. Бүгін екінші дүниежүзілік соғысқа арналған хабарлар топтамасын жалғастырамыз. Атап айтқанда, 1942 жылғы Майдандағы оқиғаларды еске аламыз. С обращением Советского Союза бір 1942 жылы Ұлы Отан соғысы шиеленісе түсті. Бұл жыл кеңес халқы үшін аса ауыр әрі шешуші кезеңдердің бірі еді. Майдан шебінде кескілескен шайқастар жүріп, халықтың барлық күші жеңіс жолына жұмылдырылды. Қазақстанда бұл жылы майданға қолдау көрсетуді одан әрі күшейтті. Әскерге шақыру жалғасты, мыңдаған ер азаматтар майдан даласына аттанды. Қазақстанда жаңа әскери құрамалар жасақталды, соның ішінде танк бригадалары, авиация полктері құрылып, ұрысқа жіберілді. 1942 жылы Қазақстаннан шыққан батыр жауынгерлер алғы шепте ерекше көзге түсті. Әсіресе Бауыржан Момышұлы басқарған бөлімшелер Мәскеу түбіндегі шайқастардан кейін даңқын арттырды. Мәлік Ғабдуллин сияқты қазақ жауынгерлері немістің әскерлерін 5 сағат бойы бір орында ұстап, ерекше ерлік көрсетті. Кейіннен Кеңес одағының батыры атағына осы Мәлік Ғабдуллин атамыз ие болды. Осы жылы қазақ қыздары да майданда батырлық танытты. Мәншүк Мәметова әскери дайындықтан өтіп атқыштар құрамына қосылды. Әлия Молдағұлова Бергендер мектебіне қабылданды. 1942 жылы Қазақстан тылда майданның сенімді тірегі болды. Елде ауыр өнеркәсіп өндірісі дамып, көмір, мұнай, металдар өндірісі артты. Қарағанды шахтерлері, Ақтөбе ферро-қорытпа зауытының жұмысшылары, Шымкент қорғасын зауытының еңбеккерлері майданға қажетті шикізат пен қару-жарақ дайындауға үлкен үлес қосты. Шаруашылықта әйелдер мен балалар еңбек армиясының тірегі болды. Олар егіс даласында, зауыттар мен фабрикаларда күні-түні тынымсыз еңбек етті. 1942 жылы ең ірі шайқастардың бірі Сталининград шайқасы басталды. Бұл шайқасқа Қазақстаннан шыққан жауынгерлер де белсенді қатысты. Олардың арасында ерекше ерлік көрсеткендер көп болды. Қазақстан даласынан барған мыңдаған жауынгер Сталининградты қорғауда қасық қандары қалғанша шайқасты. Сұлтан Біржанов, Баймағамбетов Ленинградты қорғаушылардың бірі. Ол Ұлы Отан соғысы кезінде ерлікпен қаза тапты. 1943 жылы 25 шілдеде Новосокальники ауданы аумағында өткен шайқаста Сұлтан Баймағамбетов жау взводының оқтарын кеудесімен жауып, өз өмірін құрбан етті. Осы ерлігі арқылы ол Александр Матросовтың өшпес ерлігін қайталады. Бұл әрекеті майдандастарына шабуылға шығуға мүмкіндік беріп, маңызды жеңіске қол жеткізді. Сұлтан Баймағамбетовтың ерлігі ел есінде мәңгі сақталып, ол Кеңес одағының батыр атағына ие болды. Оның есімі мектептерге, көшелерге беріліп, ескерткіш орнатылған. Ол батырлық пен отанға деген шексіз сүйіспеншіліктің символы. Сталинград шайқасы екінші дүниежүзілік соғыстың ең шешуші шайқастарының бірі болып саналады. Ол 1942 жылдың 17 шілдесі мен 1943 жылдың 2 ақпаны аралығында Кеңес одағы мен Германияның фашистік әскерлері арасында Сталинград қаласы үшін жүргізілген ауқымды қақтығыс болды. Бұл шайқас тек Кеңес одағының ғана емес, бүкіл әлемнің тағдырына әсер етті десек те болады. 1942 жылы Германияның фашистік әскерлері шығыс майданда Мәскеуге жақындағаннан кейін өздерінің келесі негізгі мақсаттарын Сталинград қаласын басып алу ретінде белгіледі. Сталинград, қазіргі Волгоград қаласы, Ресейдің оңтүстігіндегі үлкен өнеркәсіптік және көліктік орталық, сондай-ақ Волга өзенінің маңында орналасқан стратегиялық маңызды қала еді. Оның үстіне бұл қала Кавказдағы мұнай қорларын қорғау үшін өте маңызды болды.
Германияның Блау операциясы басталған кезде фашистік әскерлер Кавказға қарай бағыт алып Сталинградты жаулап алу үшін жылжыды. Неміс армиясы осы қаланы алуды аса маңызды міндет ретінде санап, оған үлкен күштерді жұмылдырды. Сталинградта орналасқан кеңес әскерлері көп ұзамай қатты қысымға ұшырады, бірақ олардың берілмей қарсыласатыны анық болды. Германия армиясы Сталинградқа қарай жылжи отырып, кеңес әскерлерін шектеп қалаға жақындап келді. Немістер қалаға жақындаған сайын кеңес әскери басшылығы белсенді қарсылық көрсету үшін қосымша күштерді жіберді. Осы кезеңде Сталинградтың тұрғындары мен кеңес әскерлері арасында жанқиярлық қорғау басталды. Неміс әскерлері қаланың шетін қамтып, оның үлкен бөлігін басып алды. 1942 жылдың қыркүйек айында Германия Сталинградтың орталығына дейін жетті. Неміс әскерлері қаланы толық қоршауға алып, оған азық-түлік пен көмек жеткізу жолдарын жапты. Қалада ашаршылық, су және дәрі-дәрмек тапшылығы орын алды. Бірақ кеңес әскерлері мен қала тұрғындары күресуді тоқтатқан жоқ. Немістердің күші артқанымен кеңес армиясы қарсылықты жалғастырды. Жалпы Қазақстан Кеңестік Социалистік Республикасынан майданға 1.200.000-нан астам жауынгер шақырылды. Бұл сол кездегі республика халқының елеулі бөлігі. Қазақ жауынгерлері соғыстың ең ауыр майдандарында шайқасып, ерлік пен батырлықтың жарқын үлгілерін көрсетті. Олардың көпшілігі Кеңес одағының батыр атағына ие болып, ұлы жеңіске өлшеусіз үлес қосқан еді. 1942 жылдың қараша айында кеңес әскерлері Сталинград түбінде немістердің қоршауын бұзу үшін қарсы шабуылға шықты. Бұл қарсы шабуылдың басты мақсаты немістердің шегінуіне жағдай жасау және Сталинградта басып алынған жерлерді қайтарып алу болды. Кеңес армиясы Донбасс аймағынан келіп, немістерді қоршауға алып, жаппай шабуылдар ұйымдастырды. Нәтижесінде 19 қарашада кеңес әскерлері немістерді қоршауға алуды бастады. 1942 жылдың соңына қарай немістер Сталинградта толық қоршауға алды. Қоршауда қалған фашистік әскерлерге азық-түлік, оқ-дәрі мен көмек жетпей, олар бірте-бірте әлсірей бастады. Кеңес әскерлерінің мықты қоршауы мен үздіксіз шабуылдары немістерді қажытты. Ақырында 2 ақпанда 6 неміс армиясының бас қолбасшысы генерал Фридрих Паулюс кеңес әскерлеріне беріліп Сталинградты тастап шықты. Панфиловшылар дивизиясы, оның ішінде көптеген қазақтар да бар, Сталинградтың түбінде неміс әскерлерімен қиян-кескі шайқастарға түсті. Қазақстанның көптеген батырлары, соның ішінде Мәлік Ғабдуллин, Ұлы Отан соғысының өзге де ататалмаған жауынгерлері өз ерліктерін көрсетті. Қазақстандықтар кеңес армиясының құрамында тіпті Сталинградта да жанқиярлықпен соғысты. С обращением к Советскому